Сәлеметсіздер ме балалар? 8-ші есепте теңдеулердің мына жерде екі теңдеуді тауып, оның графигін сызудың қажеті жоқ. Бізге тек координаталарын табыңдар деген. Координаталарын табу бұл өте оңай. Түсіндіретін боламын. Қазір мына жерде бізде екі теңдік берілген, y тең 5x минус 3 және y тең 3x плюс 1. Осы екі теңдікті аламыз да бір-бірімен теңестіреміз. Сонда 5x минус 3 тең болады 3x плюс 1. Теңдіктің оң жағына x-терді, сол жағына деп бос мүшелерді деп жинайтын боламыз. Тең 1 плюс 3. 5-тен 3 тасақ 2x тең 4. X-міз 2 тең болады. 4-2 бөлшек 2. Енді осы жерден y табыламыз. Y-ні жерде кез келген теңдіктерін біреуіне қоямыз. 5x минус 3 деген жерге кеп қояйық. 5, x-дің орнына 2-ні 2-ні тауып алдық. Және минус 3. 5-ке 2-ні көбейтсек 10, оннан 3 жасақ 7 қалады. Жауабы x-міз 2-ге, әрдайым x бірінші жазылады, y екінші жазылады, балалар ұмытпайтын боламыз осыны. Екінші есепте y тең 4x минус 5, y тең x плюс 4 дейді. Осы екеуін теңестіретін боламыз. X-терді бір шетке, бос мүшені бір шетке жинақтаймыз теңдіктің. X-міз 3-ке тең болады. Енді y кез келген осы біреудің орнына тауып, x-міз қойып тауып аламыз. 4, 13-ке көбейтсек 12, 12-ден 5-ті алсақ 7 қалады. Жауабы x-міз 3-ке, y-міз 7-ге тең. Үшінші есепте y-міз минус 4x плюс 3, келесі теңдеуіміз 2-ден 1x плюс 3. Енді мұна екеуін бір-бірімен теңестіреміз. Жаңағыдай минус 4x плюс 3 тең 2-ден 1 дегенде 0,5x плюс 3 деп жазып алайық. Енді x-терді бір шетке жинаймыз. Мына жерде 2 минус болған кезде қосылып кетеді. Минустан басына алына қоямыз. 4,5x тең 0-ге. X-дің орнына қандай сан қойсақ 0 болады, балалар? X-дің орнына 0 қойсақ 0 шығады. Кез келген санды 0-ге көбейтсек 0 шығады. Енді осыны мына жерде y-дің біреуінің орнына қойып тауып алайық. X-міз 0-ге тең болды. Сонда минус 4 көбейтілген 0 қосылған 3 тең 3 шығады. Жауабы x-міз 0 болды, y-міз 3 болды. Енді төртінші есеп. Төртінші есепте бізде y-міз минус 2x минус 10. Келесі теңдеуіміз минус x минус 7. Минус x минус 7. Теңестіреміз. Минус 2x минус 10 тең минус x минус 7-ге. Енді минус 2x дегеніміз өз орнында тұра берсін. Яқтан плюс x тең минус 7 плюс 10. Минус 1-ден плюс 1-ді азайтса, минус 2-ден плюс 1-ді қоссақ минус x қалады. Мына жерде 7-ден 13 қалады. X-міз тең минус 3-ге. Енді y тауып алайық. Минус 2x минус 10 тең минус 2 көбейтілген минус 3 минус 10. Минус 2 минус 3-ті көбейтсек 6 шығады. Оң сан 6 минус 10 тең минус 4. Жауабы x-міз минус 3-ке тең болды, y-міз минус 4-ке тең болды. 9-ші есепте теңдеулер жүйесін шешу. Теңдеулер жүйесін шешудің негізі әртүрлі тәсілдері бар. Соның ішінде ең кең таралғаны оны көбейткіштерге көбейтіп жіберу туралы шығарайық. Номер 9, бірінші есеп. Енді бірінші берілген теңдеулер жүйесін жазып аламыз. Қарасам, мына жерде 2x, мына жерім 2x, мына жерім x отыр. Осы жерді мен минус 2-ге көбейтіп жерсем болады. Көбейтемін минус 2-ге. Енді қарайық, көбейтіп шығамыз. Минус 2-ні x-ге көбейтсем минус 2x, минус y-ге минус 2-ні қоссам плюс 2y тең минус 4. Екінші теңдеуді сол күйінде жазамын.
Енді мына екеуін қосайын. Минус 2х плюс 2х қоссам 0 шығады. 2y-ге 3y қоссам минус y шығады. Минус 4-ке минус 1-ді қоссам минус 5 шығады. Бұл жерден y-ім 5-ке тең болады. Енді теңдіктің екі жағында минусқа бөліп жібердім. Енді y тауып алдық, бізге x табу керек. Бірінші теңдіктен x-ті табамыз. Бұл жерден x-ті қалай табамыз? X дегеніміз 2 қосылған y. Енді x-іміз тең болады 2, y-іміз қаншаға тең болды? 5-ке тең болды, сонда 7. Жауабы x-іміз 7-ге, y-іміз 5-ке тең. Балалар, әрдайым x бірінші, y екінші жазылатын болады. Осыған аса мән беріңіздер. Екінші 4x минус 6y, 4x тең минус 6y деп тұр. 4x тең минус 6y. 7y минус 2x тең 20. Мына жерден 4x плюс 6y тең 0, 7y минус 2x. Мына жерде 7y мен x-ің орнына ауыстырып жазайық. Минус 2x плюс 7y тең 20. Мен мына екінші тұрған теңдікті мен 2-ге көбейте саламын. Сонда 4x плюс 6y тең 0, минус 4x плюс 14y, 7-ні 2-ге көбейтсем тең 40. Бұл жерден қосамын тағы да. Мына екеуі 0 болады. Мына екеуін қоссам 20y тең 40. Y тең 40-ты 20-ға бөлсем 2. Енді x-ті тауып алайық. X деп екінші тұрған теңдеуге келеміз бе? Бірінші тұрған теңдеуге келе салайық. 4x тең минус 6y деді. Енді бізде x-іміз 4x-іміз жазамыз. Y-дің орнына 2-ні қоямыз. Минус 6 көбейтілген 2. 4x тең минус 12. X тең минус 3 болады. Жауабы x әрдайым бірінші сан минус 3, 2. Бірінші, екінші есепті шығардық. Енді үшінші, төртінші есепті де дәл осылай шығаратын болайық. Мен өшіріп тастап шығара берем, сіздер стопқа қойып жазып алыңыздар, үлгермей жатсаңыздар. Үшінші, 8x минус 3y тең 7-ге, 3x плюс y тең 9-ға. Қарап тұрсам, екінші тұрған теңдеуді 3-ге көбейтіп жүрсем болады екен. Сонда бірінші тұрған теңдеудің өзін жазамын. Екіншіні көбейтіп аламыз. 9x плюс 3y тең 27. Енді қосам. 8x-ге 9x-ті қоссам 17x, 7-ге 27-ні қоссам 34. Мына екеуі 0 болып кетеді. Енді x-ім менде 2 тең болады. 34-ті 17-ге бөлсем 2. Осы жерден y табу аламын. Екінші теңдіксіздіктен y табу аламын. 3x қосылған y тең 9-ға. Бұл жерден y тең 9 азайтылған 3x-ге. Енді біздің x-іміз белгілі. 9 азайтылған 3 көбейту 2. 9-дан 6-ны азайтсам 3 қалады. Жауабы x-ім 2-ге тең, y-ім 3-ге тең. Төртінші есепте бірінші ықшамдап алуымыз керек. Берілгенін жазып алайық. Ең бірінші жақшаны ашып, ықшамдап аламыз. Жақшаны ашқанда көбейтеміз, көбейту болып тұрса көбейтіп аламыз. Мына 2 минус плюс болып ашылады. Тең 0. Енді осы жерден ықшамдап алайық. X-терді бір жаққа, Y-терді
қосып азайтатын азайту. Мына 2x пен мына x азайтылады да, x қалады. Қосылған 2y тең минус 6. Мына жерден 3x-тің өзі жазылады. Жоқ, 3x емес. Мына жерде де x бар, мына жерде де x бар. Сондықтан 2x плюс y тең 0 деп жазамыз. Енді мына жерде мынаны мен минус 2-ге көбейтіп жіберемін. Бірінші теңдеуді. Минус 2-ге көбейтсем минус 2x минус 4y тең 12. Мына жерде 2x плюс y тең 0. Қосамын. Қоссақ минус плюс 0 болады. Минус 4y плюс y минус 3y тең 12. Y тең минус 4 болады. Енді x табылайық. X-ті жаңа біз ықшамдап қойған, бірінші теңдеуге әкеп қояйық. X қосу 2y тең минус 6. Осы жерден x-іміз тең болады. Минус 6 минус 2y тең. Минус 6-ның өзін жазайық. Минус 2 көбейтілген минус 4. Тең болады. Минус 6 қосу 8 тең 2-ге. Жауабы x-іміз 2-ге тең болды. Y-іміз минус 4-ге тең болды. Қарайық. 5-ші есебінде x қосылған 5 y тең минус 2-ге, 0,5 x минус y тең 6-ға. Дәл осылай астында тұрған екінші теңдеуді мен көбейтемін минус 2-ге. Енді бірінші тұрған теңдеуді сол күйінде жазамын. Екінші тұрған 0,5-ге 2-ні көбейтсем, ол жерде минус x болады. Мына жерде плюс 2y тең минус 6-ны 2-ге көбейтсем 12. Қосып алайық. Қосатын болса мына 0 болады. 5-ге 7y тең минус 2 минус 12 минус 14 болады. Y-іміз тең болады. Минус 14-ті 7-ге көбейтсем минус 2-ге. X-ті табайық. Бірінші теңдеуге әкеп қоя салам x-ті. Егер сіздер шатасып қалмаңыздар, мен түсін өзгертіп қояйын. Бұл жерден x тең минус 2 минус 5y. Енді x тең минус 2 минус 5 көбейтілген минус 2. X тең минус 2 қосылған 5-ге 2-ні көбейтсем 10 болады. Бұл жерден x-іміз 8 болады. Жауабы x-іміз 8-ге, y-іміз минус 2-ге тең. 6-ші есеп. 6-ші есепте тура осылай ықшамдап аламыз. 2x қосылған 3, x қосу 11, x қосу y тең 11-ге. 7x қосылған 3y минус 4y тең минус 23-ге. Ықшамдап аламыз бірінші. 2x қосылған 3x қосылған 3y тең 11. 7x қосу 21y минус 4y тең минус 23. Енді 2x 3x сол бізде 5x болады. Қосылған 3y тең 11. 7x 21y 7x-тің өзін жазам. Қосылған 21-ден 4 алсам 17y тең минус 23. Қарасақ, бізде бағанағы сияқты мына жақта x-ке келтіруге болады деп келтіре салған едік. Мына жерде екеуі де ондай бірдей санға келмейді. Бірдей санға келу үшін теңдіктің екі жағында көбейтуім керек. Бірінші теңдеуді 7-ге көбейтсем, екінші теңдеуді минус 5-ге көбейтем. 7-ге көбейтейік. 35 x қосылған 21y тең 77. Минус 35 x минус 17-ні 85y тең 115. Енді қоса саламыз екеуін. Мына жерде 0 болады. 21, 85, 64, минус 64y. 7-ге 3-ті қоссам 0, 7-ге 1, 8, 9,
190. 7-ге 3-ті қоссам, мына жерде 113 емес, 115 қой. 192 болады. Енді 192-ні 64-ге бөлсек, y тең минус 3-ге тең. Ең бастапқы тауып алған, мына бірінші немесе екінші теңдеуге қоюым керек болады. Бірінші теңдеуге қоя салайық. Осы жерден түсін өзгертіп алайын. 5x плюс 3y тең 11 деген теңдеуге әкеп қояйын. Мына 11. 5x бізде y-іміз белгілі. 5x тең 11 минус 3 y-тің орнына минус 3-ті қоямын. Сонда 5x тең 11, мына плюс болады 9. 5x тең 20, x тең 4 болады. Жауабы бірінші x жазамыз едіге, 4 тең минус 3. 10-ші типте екі санның қосындысы 58-ге, айырмасы 8-ге тең дейді. Екі санды біреуін x, біреуін y деп алатын болсақ, бірінші x, y-тің қосындысы 58, ал x, y-тің айырмасы 8-ге тең деп тұр, иә. Мына жерде тура жаңағы 9-ші типтегі шығарып алсақ болады, жүйелерді қосып жібере саламыз. 2x, мына екеуі 0 болып кетеді. Сонда 58-ге 8 қоссақ, 66. X-іміз 33-ге тең. Енді мына бірінші теңдеуді әкеп шеше саламыз осы жерден. X плюс y тең 58. Мұндағы y-іміз 58 азайтылған x болады. Сонда y 58 азайту 33. 58-ден 33 тастасақ 25. Жауабы x бізде бірінші жазылады 33, y екінші жазылады 25. Жауабы 33-тен 25.